Сәлем баршаға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Менің парақшама тіркеліп, осындай керемет рецептердің түрлерін, тағы да басқа тамақтардың түрлерін көре аласыздар. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін біз осындай хрустящий, керемет орешкаларды жасайтын боламыз. Өте керемет болып шығады, және де өте оңай жасалу жолы. Сіздер үшін мен арнайы оригинал рецептпен мастер-класс түсірдім. Жасалу жолы өте оңай, үйдегі заттардан жасалады. Ең алдымен біз таза ыдысымызға шекерімізді саламыз, сосын 2 жұмыртқамызды жарамыз. Екеуі ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Яғни ішіндегі біздің сахарымыз жақсылап еріп кету керек. Сосын бөлме температурасында тұрған сары майды қолданатын боламыз. Мендегі қолдың майы, сіздерде дүкеннің майын қолдансаңыздар болады. Жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін осылай еріп тұрған сары майымызды саламыз. Немесе кішкене ертіп салсаңыздар да болады. Негізі бөлме температурасында тұрса, ол тіптен жақсы. Егер де сіздің майларыңыз қатты болатын болса, если сіздер асығыс болсаңыздар, үккіштен өткізіп, онымен бірге жасап алуларыңыз керек бірінші. Ең тиімдісі осылай бірінші сахар, сосын жұмыртқа, сосын майды салып, сосын ұнды саласыздар. Одан кейін разрыхитель саласыздар. Барлығын жақсылап араластырып, жұмсақтау қамыр елетін боламыз. Біздің қамырымыз дайын. Енді осылай арнайы листімізді, формаларымызды жақсылап алдын ала қыздырып аламыз. Сосын қамырларымызды формаға келтіреміз. Яғни кішкентай форма жасаймыз. Үлкен форма болатын болса, біздің листімізден шығып кетеді. Сол себепті кішкентай қамырды қолданасыздар. Тым кішкентай қылыңыздар, өте керемет болып шығады. Осылай 5-6 минутта пісіп шығады. Мінекей менің керемет тесталарым әдемі болып шықты. Қараңыздар, шықытырлақ болып. Сіздер де осылай пісіріп алыңыздар, барлығын кезек-кезек. Алдын ала пісіп жатқан кезде дөңгелектеп қамырларыңызды дайындап алыңыздар. Себебі біріншісін алғаннан кейін екіншісін сразу салатын боламыз. Қолдарыңызды байқаңыздар, себебі бұл плавлениясы өте ыстық, сол себепті абайлап аккуратно жасаңыздар, күйіп қалмаңыздар. Осылай барлығын пісіріп аламыз. Мінекей байқасаңыздар, хрустящий керемет болып шықты. Жан-жанын осылай пышақтың көмегімен, немесе қайшының көмегімен жақсылап қырып алатын боламыз. Байқап істеңіздер, өйткені бұл сынып кетуі мүмкін, сол себепті ақырын қыратын боламыз. Мінекей осылай өз формасын әдемі етіп шығарамыз. Сіздер де дәл осылай жасаңыздар. Арасына варенье сгущенка қосамыз. Варенье сгущенканың негізі қою түрі өте жақсы. Мендегі сұйық түрі болып қалды, бірақ екеуінің арасына біріктіргеннен кейін ешқандай аққан жоқ, керемет болып шықты. Негізі сіздерге ескертетін жайт, қою түрін қолдансаңыздар болады.
осылай екі шетіне жақсылап толтырып құйып бірге қабаттастырамыз. Екеуін жабыстырғаннан кейін мүлдем ақпайды, өте керемет болып қамырға сіңеді. Біздің тестамыз, қытырлақ тестамыз өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Мінекей ас болсын, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Мені жоғалтып алмас үшін менің парақшама тіркеліп, видео рецепті сақтап, достарыңызбен бөлісіп, үйдегілеріңізді қуантып жасап беріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Алтынай.